Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен асқабақтан құймақ жасау рецептімен бөлісемін. 900 грамм асқабақты үккіштен өткіземіз. «300 грамм картопты да үккіштен өткіземіз. Екі 225 грамм ірімшікті де үккіштен өткіземіз. Үш сарымсақ бөлігін ұсақтаймыз. Үстіне 3 жұмыртқа, бір жарым шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық хмели сунели, жарты қасық кептірілген кинза және 150 грамм ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Табаны қыздырып, 30 мл сұйық май құйып, құймақтарымызды әр бетін 4 минуттан пісіреміз. Құймақтарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.